Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Назерке және де бүгінгі подкасттың қонағы менің жақын құрбым, саяхатты жан тәнімен жақсы көретін Айдана. Сәлем Назерке, өте керемет. Сен саяхат туралы тақырып бастағаннан бері өзімді бір рейске билет алғандай сезініп отырмын. Тамаша. Айдана, сен көп жерге барып жүрсің. Саяхат саған не береді деп ойлайсың, және саяхат адамды қалай өзгертеді? Шынымды айтсам, саяхат менің ойлауымды көп өзгерткен нәрсе. Бір қалаға бару жаңа өмірді көргенде әсер береді. Яғни адамдар, атмосфера, тіпті олардың күнделікті өмір сүру тәсілі де басқа. Сенімен толықтай келісемін. Мен де Түркияға алғаш барған кезде адамдардың ашықтығына, мейірімділігіне таң қалғанмын. Әр елдің энергиясы бөлек болады. Ең қызығы, әр елде өзінің дұрыс деген нәрсенің версиясы бар. Яғни біз үйренген дүниеміз басқа елде мүлдем басқаша болуы мүмкін. Дәл солай, осыны түсінген кезде адам өзгелерге жұмсақ, толерантты бола бастайды, себебі бір ғана шындық жоқ, шындық көп екенін түсіне бастайсың. Сенімен толықтай келісемін, Назерке. Саяхат адамның жүрегін кеңейтеді. Келесі кезекте екінші сұрағым, саған басқа қалада жүргенде өзіңді жақсырақ түсінген сәттер болды ма? Әрине, бөтен ортада сенің шынайы мінезің көрінеді. Неден қорқатының, не нәрседен шабыт алатының, тіпті қандай адамдармен сөйлесуді ұнататының бәрі анық көрінеді. Менде де дәл сондай сезімдердің бірі болады. Сырттай өзіңе қарап тұрғандай сезінесің. Саяхатта жүргенде ең кішкентай нәрсенің өзі сабақ береді. Бір жерде адасып қалу өзіне деген сенімді күшейтеді. Тек қана оны емес, басқа ұлттың адамымен танысу, толықтай ашықтыққа үйретеді. Басқа ұлттың тамағын тату жаңа бір тәжірибе болып есептеледі десе де болады. Шынымен де саяхат оқулықсыз берілетін ең керемет сабақ. Дұрыс айтасың. Саяхат тек жүректі кеңейтіп қана қоймай, көп ел көрген сайын адамда мейірім көбейеді деп ойлаймын. Сен әлемнің үлкен екенін түсінесің. Тіптен өмір тек өз қалаңмен шектелмейтінін де білесің. Өте дұрыс айтасың, Айдана. Қорытындылай келе, сонымен саяхат тек демалыс емес, бұл ішкі өзгеріс. Ойыңды өте дұрыс жеткіздің, Назерке. Өмірді өзгерту үшін кейде үлкен жоспар емес, жай ғана бір билет, бір бағыт жеткілікті екенін түсінесің. Яғни арзан билеттерді біз авиасейлстен ала аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет достар. Бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Сіздермен болған мен Назерке және Айдана. Келесі подкастта кездескенше.